Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен керемет етіп десерт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі 1 литр сүтімізді қосып, 1 литр сүтімізге 1 банка сгущенкамызды қосатын боламыз. Осы екеуін әбден араластырып, болғаннан кейін бізге ендігі кезекте керек болады 150 грамм кукурузный крахмал. Крахмалымызды қосып, кукурузный тағы да араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай араластырсаңыз болады. Мен миксердің көмегімен араластырып алдым. Барлығын араластырып алғаннан кейін мен пластмасс табақты дайындаттым. Енді бізге қайнату үшін темір табағымыз қажет болады. Сол темір табағымызға газымыздың астына өте баяу отта қойып, араластырып, қасықпенен жанынан кетпей араластырып 5-7 минут аралығында қоюланғанша араластыратын боламыз. Қоспамыз әбден қоюланғанша қасықпен араластырып көріп тұрамыз. Міне қоспамыз қоюланып келе жатыр. Бізге әбден қоюланып керек, әбден араластыру керек осылай арасында. Міне қоспамыз қоюланып қалды. Енді осыған 50 грамм сары майымызды қосып, тағы да кішкене араластырамыз. Міне осындай қою болған кезде газымыздың астын өшіріп, дайын болған қоспамызды қойып қоятын боламыз. Енді бізге жемістеріміз қажет болады. 1 штук мандаринімізді ашып алдым. Оны осы видеода көріп тұрғандай етіп турайтын боласыздар. Арасында дәндерін алып тастадым. Енді 1 бананымыз қажет болады. Бананымызды осылай етіп турап аламыз. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай. Сосын бізге қажет болады 100 грамм жүзім. Жүзімді осылай 2 бөлікке бөліктерге турап аламыз. Сондай-ақ бізге керек болады 2 киви. Кивиімізді де аршып дайындап аламыз. Енді осы видеода көріп тұрғандай етіп кивиімізді турайтын боламыз. Жалпақша етіп те, дөңгелек етіп те турасаңыздар болады. Мен 2 бөлікке бөліп, ортасынан осылай турай салдым. Мінекей бізге десерт жасау үшін осындай фруктылар керек болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша жаздың күні болса клубника қоссаңыздар да болады. Өте сәнін келтіретін болады десерттің. Және де басқа граната қоссаңыздар да болады. Енді біз табамызға осылай алып, кивилерімізді орналастырып аламыз. Сосын әр жеріне мандаринімізді қойып араластырып алатын боламыз. Өз сәндеулеріңіз бойынша өз еріктеріңіз бұл жерде. Қалай сәндесеңіздер де өз еріктеріңіз, қай жемісті қалай қойсаңыздар да. Енді жүзімді қойып шығатын болам. Осылай сиғанынша қойып шықтым. Ал қалған артылған жемістерімізді ұсақтап етіп турап, жаңағы қоспамызға қосатын боламыз.
барлығын. Міне осылай етіп дайындап алдық. Енді қоспамызды алып, қоспамыз кішкене суып қапты. Міне суылдау деген уақытта осылай бар тура баған дайындап алған жемістерімізді қосып араластырамыз әбденірек. Менің видеом ұнаған болса, видеоға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мені қолдап қойыңыздар. Алдағы уақытта басқа да десерттің түрлерімен, басқа да тағамның түрлерімен бөлісетін боламын. Менің парақшамда басқа да видеолар бар, көрсеңіздер болады. Міне дайын болған қоспамызды осы жемістеріміздің үстіне салып құйып шығамыз да, барлығын бетін бір келге етіп тегістеп жасаймыз. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Қонақтарыңызды әдемі дастарханмен қуантыңыздар. Кереметте қымбат заттар пайдаланбайды. Бізге бар болғаны 1 литр сүт, 1 банка сгущенка және кукурузный крахмал қажет болды осындай қоспаны жасау үшін. Сосын жемістеріміз азғантай. Бетін осылай қоспамыздың әбден бір келге етіп арасын тығыздап жасап шығамыз, жаймалап. Дайын осы қоспамызды жасап болғаннан кейін холодильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Бір сағат холодильникке қойып алғаннан кейін осылай табағымызға алып, қатып тұрған десертімізді салып шығатын боламыз төңкеріп. Мен 1 сағатқа 5 минуттай, 10 минуттай жетпей алдым. Осылай мандариніміз, жүзімдеріміз, кивеміз кішкене түсіп кетті, түсіңкіреп. Оны алып қайтадан жабыстырып қойдым. Міне біздің десертіміз дайын. Қонақтарыңызға кесіп-кесіп ұсынсаңыздар болады. Мінекей. Осылай дайындалу әдісін көрсеттім. Мінекей өте тәтті, өте дәмді болып шығады. Қонақтарыңызға да өздеріңізге де ұнайды деген сенімдемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Міне осылай кесіп шығатын болады. Осылай кесіп аламыз бір бөлікке. Төртбұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Осылай табағымызға салып, қонақтарымызға ұсынатын боламыз. Өздеріңізде үйде шаймен ішсеңіздер болады. Өте тәтті, өте дәмді болып шығады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.